29 миллион теңгенің жерін қойып, 210 миллион алып кеткен отырыңыз. Ал сол банкіге баршы, 210 миллион алу үшін сенен 1 миллиардқа залог сұрайды. 2 есе берсең қабылдамайды, 3 есе. А бізде бюджетке келген кезде осылай істейміз. 8-9 миллиард ақша. Просто так. Бәрі бюджеттің ақшасы, сол даладан келген қаражат емес. Анаған да берген, мынаған да берген, просто так тарата берген. Айналсын, шұғыл түрде. Қаншасын қайтардың қазір осы кезге дейін? 2 миллиард 700 қайтарды. 3 миллиард. 3 миллиардқа жуық. Жұмыс істе ары қарай. Сотқа бергені бар, басқасы бар. Жұмыс істе осылай. Қайтқаны ол да. Мектеп қайтты ма толық бізге? Осипенко мектеп полностью өтті, апелляциясы өтті, одан да ұттық. Енді мектеп сатып жергесін не дейсің? Сұрағасын бердік кезінде соны. Біз осыны жүргіземіз деп айтқаннан кейін беріңдер деп. Соны сатып жүрген, не дейсің одан кейін? Басқа не сөз айтып отыр? Мектепті. Артында жүріп, рахмет, Ризат Майданұлына қайтарды қазір. Сотпен. Шықпаған адам жоқ бізге, білесіңіз. Орталықтағы мектеп. Вот жұмысты жалғастыр ақыры. Түсінікті ме? Түсінікті. Жақсы. 5-6 жыл хабарсыз кеткен Сыр Маржаны деген фирмадан кеше 100 миллион түсірдік. Қанша қаржы салды? Барлығы 512 миллион, биыл 250 миллион дополнительно күтіп отырмыз. Қазалдағы ма? Қаладағы мескомбинат. Түгел қайтарсын.